Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналымда Wildberries туралы өте пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Бүгінгі біздің тақырыбымыз, қазіргі тақырыбымыз ол қалай инфографика жасаймыз, қалай дұрыс инфографика жасаймыз, инфографика жасау үшін не қажет және қандай критерияға инфографика жасағанда қараймыз обязательно. Вот. Тыңдап отырыңыздар, құлақтарыңызға аңдыңыздар. Инфографика дегеніміз жалпы не? Инфографика дегеніміз ол товардың фотосы, фотосы ғана болып қоймай, ол бізде товардың фотосымен және әсемделген дизайнмен жасалған түрі инфографика деп жасалады. Инфографияны жалпы мамандардың өздері жасайды, ол бізде мамандарымыз дизайнер деп айтылады. Жалпы инфографика жасау үшін сізге дизайнер болудың қажеті жоқ обязательно. То есть любой новичок оны жасай алады негізінде. Бірінші очередте айтып өтетін нәрсе, инфографиканың идеальный размері именно Wildberries'та ол бізде 900-1200 пикселей. 900-1200 пикселей. Түсінікті. Енді жоқ, если басқа размерда істесеңіз де бола береді. Просто 900-1200 ол Wildberries'тағы идеальный размер. Енді келесі момент. Wildberries'тағы қандай фотоларды қабылдамайды. Фотода ложный информация жазылса қабылдамайды, және товардың фотосының качествосы өте слабый болса, карточканы Wildberries қабылдамайды. Енді Wildberries'тің өзінің товарының өзіне кететін болсақ, бізге товардың өзінің фотосы керек, кесілген немесе ақ фондағы фотосы керек. То есть бізде мына жерде ақ шаблон тұрсын, ақ шаблон размері 1200, биіктігі 1200, ені 900 пикселей. Енді осы инфографикада бізде бірінші очередь товардың өзінің фотосы тұру керек. То есть өзінің товардың өзінің фотосын қоямыз. И товардың фотосы обязательно жақсы качествода болу керек. То есть адамға түсінікті качествода болу керек. То есть ортасына біз товардың фотосын қойдық. Енді келесі критерий ол бізде товардың өзінің названиясы болу керек. Обязательно названиясы үстінде жазылып тұру керек. Үстінде, астында, жанында болсын, өзіңіз білесіз. Вот. Названиясы не үшін жазамыз десек, өткенде көп товарларға түрлеріне қарасаң, вообще білмейсің ол не үшін керек екенін. Допустим, пельменица болса, бізде пельменица деп үстіне жазып қоямыз. Немесе тесто-раскатка, тесторезка деп жазып қоямыз. Түсінікті, енді келесі момент бізде уже размер подобран, товардың жақсы фотосы подобран. Үшіншісі бізде названиясы жазылды. Енді төртіншісі бізде товардың несі? Преимуществосы. Товардың преимуществосы. Допустим, нержавеющая сталь подходит для лепки пельменев, то есть пельмени за 5 минут деген секілді олар не істейді, былай айтқанда преимуществосын жазады, именно товардың преимуществосын жазады. То есть ол бұған вообще идея келмесе, сіз кіріп неге Wildberries'тің клиентский базасына кіріп, пельменицаны тауып, сол пельменицаның примерно жасаған инфографикаларына қарап, сол сөздерді алып қойсаңыздар да болады. И бізде төртінші нәрсе, преимуществосын жазып болғаннан кейін скидкасын немесе подаркын обязательно инфографика қою керек. То есть подарок болса, плюс подарок деп жанына қою керек. Немесе подарктың фотосын қою керек. Немесе акция болса, скидка 50%, скидка там 20% деген сияқты, соны обязательно инфографика жазып қою керек. Болды, осының өзі негізі жеткілікті, негізі салатын болсаңыздар. Но если футболға товар жіберетін болсаңыздар, ондай болса, сіздерге жақсы инфографика істеу керек по-любому. Но если өзіңіз жасаймыз, бізге дизайнерға онша көп бөлудің қажеті жоқ десеңіздер, осы инфографиканы сіздер 2 минуттың ішінде істей аласыздар. Біреулер инфографика жасау үшін 2-3 сағат уақытын құртады. Вот зачем деген сияқты. Осы ақпарат сіздерге пайдалы болса, онда осы YouTube астына комментарий жазыңыздар. Ары қарай осындай пайдалы видеолар шығара беремін. Лайк басыңыздар, және менің инстаграмым kasım.қазаққа обязательно жазып кетіңіздер. Ол жерде MP3 доступын бесплатно ойнатамыз. Так что вот, бізбен бірге болыңыздар. Көріскенше.